Умар радиаллаху анху айтады, менің басыма бір қиыншылық келген кезде, мен сол қиыншылықта 3 пайда көремін деді. 3 пайда көремін. Біріншісі, ең бірінші пайда, яғни бір дүниелік мәселеде маған бір қиыншылық келген кезде, ең бірінші көретін пайдам, әлхамдулилля, осы қиындық, осы проблема дінімде болмағанына деді. Дінімде болмағанына Құдайға шүкір деді. Яғни адам қанша қиналып өмір сүрсін, қанша бұл дүниеде қиыншылықтың көбін көрсін, бірақ бәрібір бұл дүние уақытша дүние. Ертең Алланың алдына барған кезде сол адам Алла разы болған кісілерден болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, қияметте дүниедегі бүкіл қорлық атаулының барлығын көрген адам келтіріледі деп. Бұл дүниеде қорлық атаулық. Яғни сіз қорлық, қиыншылық деп нені елестетсеңіз, соның барлығын көрген адам. Соны алып келіп, әлгі рахат өзеніне, наим өзеніне бір тығып алған кезде, бір қиыншылық көргенсің бе деген кезде, ешқандай қиыншылық көрген жоқпын дейді. Еш нәрсе көрмегендей болады. Ал бұл дүниеде рахат атаулысын барлығын көріп, яғни шіріп, рахатта, байлықта, ләззат атаулының барлығын көріп, бірақ күпірлікте өмір сүрген адам ертең қияметте келтіріледі. Оны қиыншылық, азап өзеніне бір тығып алып, бір рахат көргенсің бе деген кезде, ешқандай рахат көрген емеспін дейді. Яғни ол рахаттың барлығы кететін нәрсе. Бұл дүниенің қиыншылығы да, бұл дүниенің жақсылығы да барлығы кететін нәрсе. Сол үшін де дүниелік мәселеде басымызға проблема түсіп жатса, біз қуануымыз керек. Әлхамдулилля, осы проблеманы Алла дінімізде етпегеніне деп. Яғни қанша адамдар бар, байып жүр, шіріп жүр. Бірде бір отырыста Астанада бір кісілер шақырып ауыз ашарға бардық. Ауыз ашатын уақыт, аузымызды аштық. 1 сағат, 1,5 сағат болды. Bir adam күтіп отырмыз. Оны сөйтсек, бір айтылы депутат екен. Келді, әйелде екеуінің әңгімесі. Ана жерде болдық, мына жерде болдық, Японияда болғанда, Швейцарияда болғанда, мына жақта болғанда, енді жүрген жерін бәрін айтып, көпіріп мақтанып отыр. Үйдің иесінен сұрап жатырмын, намаз оқиды ма десем, жоқ дейді. Қажылыққа барған ба десем, жоқ дейді. Оның ол қыдырғаннан, әлемді шарлағаннан, рахаттарды көргеннен, шопинг жасағаннан не пайда? Егер ертең Алла субханаху ва тағаланың алдына барған кезде соның барлығы шаң тозаң болып, ертең тозақлық болатын болса. Яғни сіз байып шіріп өмір сүрсеңіз, бірақ дініңіз болмаса, тақуалығыңыз болмаса, онда бұл адам бақытсыз адам. Одан әлгі қиын тебен тауып, қиналып, әйтеуір бірде жетсе, бірде жетпей, бірақ күнде Аллаға құлшылығын жасап, күнде намазға тұрып, Алланы танып өмір сүрген адам қайда қайырлы. Бірінші, Умар радиаллаху анху, әлхамдулилля, осы проблеманың дінімде болмағанына деді. Алла бұл дүниеде бізге қанша сынақ берсе берсін, бірақ біздің сынағымызды дінімізде етпесін. Юсуф алейхиссаламды дінінде сынады Алла субханаху ва тағала. Сонда дінін таңдап зынданға кетті. Яғни бірінші қуануымыз керек болған нәрсе, әлхамдулилля, Алла бізді дінімізде сынамағанына. Намазымызда, құлшылығымызда, тақуалығымызда сынамағанына, әлхамдулилля. Екінші көретін пайдам деді, әлхамдулилля, осы проблема бұдан да үлкен болмағанына деді. Бұдан да үлкен болмағанына Құдайға шүкір деді. Яғни бір адам, бір баласы қайтыс болып жатса, Алла субханаху ва тағала бір түнде бүкіл отбасын алып қойған адамдар бар. Менің өзінің жақын туысқаным Астанада қызметте түнде кезекшілікте болдық деді. Түнде кезекшілікте жанымдағы досыммен бірге болдық. Кезекшіліктен шығып, әлгі досым бірге әріптес қызметтегі үйіне барды. Үйіне барса, жер үй, Астанада ол жақта әлі газ жоқ, білесіздер. Дұрыс түтін кетпеген ба, угар үйдің ішіне ұрған. Үйдің ішіне ұрып, үйіндегі ұйықтап жатқан әйелі, 4 баласы барлығы қаза тауып кеткен. Бір түнде болды, әйел бала шағасын барлығы жоқ. Сөйтіп бір үйден 5 жаназа шықты. 5 адамның жаназасы шықты. Алла субханаху ва тағала
бір балаңды алған Алла 10 балаңды алып қоюға күші жетпей ме? Күші жетеді. Аяғыңды сындырған Алла субханала тағала сені сол көлік апатында ғана мыжып тастауға Алланың құдіреті жетпей ме? Жетеді. Яғни адам кез келген проблеманы көрген кезде альхамдулилля бұдан үлкен болмағанына деу керек. Дағы бір шәкірттеріміздің бірі кезінде көлік, ұрылған көліктерді алып, солардың запчастарын алып сататын. Айтады, бір көлік сатып алдық дейді. Көлік сатып алдық. Көліктің ішінде әлгі кісінің әйелі рульде, әйелінің інісі, артында бала шағасы болған. Кетіп бара жатқан кезде бір қатты үлкен жол апатына түскен. Әйелі, әйелінің інісі, қайнынысы және артындағы балалардың барлығы сол жерде өліп кеткен. Әлгі кісі көлігін сатып жатыр деп, көлігін сатып жатыр, есігін ашты, сөйтсе, яғни ішінде кішкентай баласының аяқ киімі қалып кетіпті дейді. Аяқ киімін ұстап отырып біраз жылап қалды дейді сол жерде. Бүкіл отбасынан айырылып отыр. Сол үшін де адам сондай кезде, яғни басына кез келген қиыншылық келген кезде, альхамдулилля, Алла субханала тағала қаласа, бұдан да үлкен етіп жіберер еді ғой деу керек. Әлгі баласының тәпішкесін алып, жылады дейді сол жерде, балапаным деп. Және үшінші, көрген пайдам дейді, басыма түскен қиыншылықтар. Ол Алланың маған сол қиыншылыққа сабыр еткен үшін беретін сауабы дейді. Иннама юваффас сабируна ажрахум биғайри хисаб. Сабыр еткендерге Алла сауабын есепсіз береді дейді. Есепсіз сауап. Яғни басқа хадистерде бір амал бана 70 есе, 700 есе деп келсе, адам сабыр еткен кезде сабырға Алла субханала тағала есепсіз сауап береді. Құранда Алла субханала тағала айтады: "Уажазахум бима сабару джаннатан ва харира". Бұл олардың сыйы дейді. Бима сабару, сабырлық танытқандықтары үшін дейді. Жаннаттағы ләззаттар. Басқа аятта Алла субханала тағала айтады: "Вал малаикату ядхулуна алейхим мин кулли баб". Оларға періштелер келеді дейді. Жан-жақтан періштелер кіріп, "Саламун алейкум бима сабартум". Сабырлық танытқандарың үшін сендерге Алланың сәлемі болсын деп айтады дейді. Қараңыз, Алла субханала тағала сабырлыққа қандай үлкен сауап береді. Сол үшін де адам басына қиыншылық келген кезде, иншалла, осы қиыншылықты Алла субханала тағала маған сауабымен берсін деп үміт етуі керек. Бізде дінде бір адамның басына бір қиыншылық келсе, ауырып жатса, не дейміз оған? Ла бәса тахур. Иншалла бұл саған бір тазарту болсын дейміз. Яғни адам соның себебімен сауап алады және оның күнәлары кешіріледі. Абу Бәкір радиаллаху анху тағы да басқа сахабалар Құрандағы аятты естіген кезде адам қандай бір жақсылық жасаса оны көреді, қандай бір жамандық жасаса оны да көреді деген кезде, субханалла, біз жасайтын жамандықтарымыз көп қой, оның барлығын көретін болсақ не болады деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сен ауырмайсың ба? Сен сырқаттанбайсың ба? Үйіңде бір қайғы болмайды ма? Басыңа бір қиыншылық түспей ме?" деген кезде, "Иә, болады" деді. Міне соның барлығы, яғни сол көріп жатқан, сол жамандығыңа иншалла сол көріп жатқан нәрселерің каффарат болады. Соның себебімен Алла субханала тағала күнәларыңды кешіреді. Соның себебімен Алла субханала тағала иншалла саған сауабын береді. Сол үшін де, яғни біз бұл дүниеде қарап отырсақ, бізге керегі не екен? Ақидамызды дұрыстайық, одан кейін сабырлық етейік. Алланың бұйрықтарын орындауда сабыр ет. Не ол? Әлгі адам қазір 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл өмір сүрген адамнан сұрасаңыз, бір қас қағым сәтте өтіп кетті дейді. Сабыр етейік, құлшылықты орындауға сабыр етсек, Алла субханала тағаланың қайтарғандарынан қайтуды сабыр етсек, және бұл дүниенің қиыншылықтарына сабыр ететін болсақ, иншалла біз бұл дүниеде тура жолда боламыз, бұл дүниеде бақытқа жетеміз, және ертең Алла субханала тағаланың алдына барған кезде періштелер жәннатта бізге "Саламун алейкум бима сабартум". Сол сабырлықтарың үшін Алланың сендерге сәлем болсын, Алланың жақсылығы болсын, Алланың жақсылығы болсын.
сендер сабырлық еттіңдер, сол Алланың бұйрықтарын орындауда сабырлық таныттыңдар, Алланың қайтарғандарын қайтуда сабырлық таныттыңдар, бастарыңа түскен қиыншылықта сабырлық таныттыңдар, міне енді Алланың сый-сияпатын алыңдар деп періштелер бізді сүйіншілейтін болады. Алла субханала тағала бәрімізді иншалла сондай өмірінде яқин сенімде болған және өмірінде сабырлық болған, Алланың бұйрықтарын орындауда тұрақты болған, Алланың қайтарғандарынан қайтуда сабырлық танытқан өзінің сүйікті құлдарынан етсін. Иншалла сол ертең жәннатта сауабын есепсіз алған сабыр етушілермен бірге болуды Алла субханала тағала баршамызға насіп етсін. Алла баршамызға пайдалы білім насіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын насіп етсін.